Ла иляха иллаллах сөзі баршаға түсінікті. Аллах Тағала бұны бүкіл адамзатқа міндет еткен. Адам алейхиссалам, одан кейінгі пайғамбарлар барлығы да осы ла иляха иллаллахқа шақырды. Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз. Тілге өте жеп жеңіл. Ла иляха иллаллах деп айтып көріңізші. Тіпті екі ерніңіз бір-біріне де тимейді. Ерін бір-біріне тиген сайын әріптер шамалы қиналады. Мим әріпімен бә әріпі бар. Адам қиналады араб тілінде. Бізде п әріпі тағы қосылған. Бұл кәлимада тіпті ерін-ерінге тимейді, соншалықты жеңіл қылған. Бірақ салмағы өте оның ауыр. Муса алейхиссалам бірде: «О Алла, маған бір зікір берші. Мен сонымен сені еске алайын» дейді. Сонда Аллах Тағала: «Ей Муса, ла иляха иллаллахты айт» дейді. «О Раббым, бұны барлығы айтады ғой» дейді. «Ей Муса, егер бүкіл әлем және оның ішіндегінің барлығын таразының бір шетіне қойсаң, ла иляха иллаллахты екінші шетіне қоятын болсаң, ла иляха иллаллах басып түседі» дейді. Өте салмақты сөз. Жеп жеңіл. Сізбен бізге қиналмас үшін Аллах Тағала жеңілетті. Бірақ енді соның мағынасына ұғынайықшы. Аудармасын тыңдап жүрміз, білеміз де. Алладан басқа тәңір жоқ дейміз, болды. Бірақ бүкіл әлем және оның ішіндегі заттардан да салмақты болып тұрғаны неліктен? Тереңдеу, үңілек. Бүкіл адамзат, бүкіл пайғамбарлар адамзаттың барлығын осыған шақырды. Алладан басқа тәңір жоқ деген сөз. Шамалы бір тоқтайық осыған. Зікірдің ар жағында жалғастырамыз. Астағфирулла деген сөз, оны да білесіздер. Алладан кешірім сұрау, истиғфар ету. Оған да кеңінен тоқталамыз. Ас'алукал жанна, сенен жәннатты сұраймын дейміз. Оған да қысқаша тоқталып кетеміз. Ва аузу бика минан нар, тозақ отынан сыйынамын. Төртіншісі. Бірінші калимаға тоқталайық. Ла иляха иллаллах. Жанында әр пайғамбар өзінің атын қойды. Адам алейхиссалам келді, ла иляха иллаллах, жанында өз аты. Нух пайғамбар, ла иляха иллаллах, жанында өзінің аты. Муса алейхиссалам, Иса алейхиссалам барлығы да өзінің шариғатына шақырды. Ең соңғы пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам келіп, ол да осы ла иляха иллаллах. Жанында Мұхаммад Расулуллах, Мұхаммед оның елшісі. Ла иляха иллаллах, Алладан басқа тәңір жоқ. Бұны айтқан кезде біз сыйынуға, табынуға, сұрауға, мінәжат етуге лайық ешкім жоқ деп түсінеміз. Бірақ өмірде шын мәнінде солай жасап жүрміз бе? Алладан басқа тәңір жоқ деп айта тұра, бірақ Алладан басқаға жалбарынып, содан медет күтіп, Құдай сақтасын, тау тастарлап жүргендеріміз де бар. Көке жәкеден болады деп, креслодан болады, бәкеңнен, сәкеңнен болады деп жүргендеріміз де бар. Бұлардың барлығы да жүректе отырған кішігірім тәңірлер. Осылардың барлығын жоқ қылу керек. Қараңыз, кәлимада бірінші ла иляха сөзі келеді. Ешбір тәңір жоқ деп атсыз. Яғни сіздің жүрегіңізде сенім мынадан болады, ақшадан болады, алтыннан болады деген сенімдердің барлығын шығарып атсыз. Бұдан болмайды. Енді қарайық, тоқталайық қысқаша. Сізбен біздің назарымызда жанып тұрған, алаулап тұрған от күйдіреді, солай емес па? Бірақ оған жағу сипатын, күйдіру сипатын кім берді? Алла берді. Қаласа оны алып қояды. Кейде ауырып қалсақ, бір дәрі ішеміз. Біреу содан жазылып жатады, біз бірақ жазылмай жатамыз. Неге? Себебі дәрінің ішіне шипаны Құдай салады. Мұса пайғамбардың іші ауырады. О, Алла, ішім ауырып жатыр. Пәлен шөпті қайнатып іш, же, содан жақсарасын. Жақсарып кетеді. Күндердің күні өтіп тағы ауырады, тағы барып сол шөпті ішіп жесе, жақсармайды. О, Алла, неліктен десе, сен алғашқыда менен кеп сұрадың. Мен шипа салдым оның ішіне. Ал ендігі жолы сен өзің барып соны жеп жатсың, менен сұрамай жатсың дейді. Сол үшін де біз Алла жаратқан жаратылыстың сипатында, суретін де өзгертетін Алла екендігін ұмытпауымыз керек. Мұса пайғамбардың қолындағы таяғын сұрап жатыр. Не ол дейді? Таяғым, бұнымен мен шөптерді түсірем, қойымды бағам, пайдасын айтып жатыр. Таста деді.
жерге тастаған еді, жыланға айналды. Қараңыз, сипатында, сүйретінде өзгертіп жатқан кім? Алла. Яғни біз пайда береді деп тұрған нәрсе бізге зиянды болуы мүмкін. Зиян деп тұрған нәрсе зиян бермеуі мүмкін. Сол үшін біз әрбір халімізде Аллаға қарай жүгінуді ұмытпауымыз керек. Ла илаха деген кезімізде, ешбір тәңір жоқ деген кезде, осы пайда береді, зиян береді деп біз қорқып немесе үміттеніп жүрген заттардың барлығын жүректен шығару керек. Иллалла, бір ғана Алла. Содан ғана болады. Ибрахим алейхиссалам отқа кетіп баратыр, жаңа сізбен біз айтқан. Күйдіреді деп ойлаймыз. Періштелер келіп, көмектесейік па деп тұрған кезде, өз қалауларыңмен келдіңдер ме, Алла жіберді ма дейді. Алладан рұқсат сұрап келдік көмектесуге. Хасби Аллаху ва ни'мал вакил. Маған Алла жеткілікті. Одан асып түсетін ешкім жоқ. Маған ол жеткілікті деп жатыр, қараңыз. Күйдіру керек болған от Ибрахим алейхиссаламға салқындық танытып, бәлкім жаурамас үшін керісінше амандықта болып жатыр. Я нар куни бардан ва саламан аля Ибрахим. Оттың ішінде отыр, бірақ ешқандай жанбайды. Қолын байлаған жіп жанады, бірақ денесіндегі бір тал түгі де жанбайды. Оны көріп сырттағылар таң қалып отыр. Бұл қалай? Сен Аллаға иман етсең, сен де кіре аласың бұл отқа. Өзгелерді сол жерде отырып та хақ жолға шақырып жатыр. Сізбен біздің назарымызда пышақ кесу керек, бірақ Исмаил алейхиссаламның мойнынан өтпей жатыр. Бұл тәжірибе етіп көретін нәрсе емес. Кәні отқа түсіп көрейінші, кәні пышақпен кесіп көрейінші деп. Сізбен біздің иманымыз сол халде ма, емес па? Ол бір мақтанатын, тәжірибе ететін нәрсе емес ол. Ол жылдар бойы оған деген махаббатпен, оның айтқан бұлжытпай орындаумен келетін нәрсе. Сізбен біз пайғамбар емес, біз таңдалған қол емеспіз. Сол үшін біздер не істеуіміз керек? Оған жақындау үшін оның айтқан барын орындауымыз керек, барлығын. Жүректен одан өзгенің барлығын шығарып тастауымыз керек. Сонда ғана жаңағы Құдайдың сүйген құлдарының дәрежесіне жетуіміз мүмкін. Ла илаха иллаллах. Салмақты сөз. Өте жеңіл. Мекке мүшриктері қолдан сыйынатын дүние жасап, соған табынатын. Сапарға шығып кеткен кезде ештеңе таппай, жейтін астықтарынан құдай жасап алып, соған табынып, қатты қарны ашқан кезде соны жеп қоятын. Астық қой енді өзінің, құрмасы, басқасы тағысын тағы. Кейіннен соны еске алып күлетін сахабалар. Сондай дәуірде едік деп. Қараңыздар. Жылдардың жылында бір күні Абу Суфиян ол кезде әлі исламға келмеген кезі алтыннан пұт жасайды. Оны барлығы мақтайды. О, Құдайды алтыннан жасадың деп. Соған табынады. Бүгінгі таңдағы кез келген бір ақыл-есі дұрыс жас баланың алдына қойып қойыңызшы, алтыннан болған бір пұтты. Осыған табын, осыдан сұра, осы саған береді десеңіз, сұрай ма содан? Жас бала. Кішкентай баланың өзі не айтып тұрсыз дейді. Бұдан ештеңе болмайды ғой. Бұл бізге ештеңе істеп бере алмайды ғой дейді. Бірақ сол алтынның бір шетін сындырып, жасы үлкен бір ақыл-есі толыққан арамыздағы біреуге берейікші, мынадан бір нәрсе бола ма деп. О, бұдан көп нәрсе болады дейді. Бұл көп нәрсені өзгертеді. Бұл көп нәрсе істейді дейді. Қараңызшы, Мекке мүшриктері ұқсап табынбай атсақ та, соған деген сенім әлі күнге дейін басым біздің жүрегімізде. Осы молдалар дүниені керек емес, дүние не ол деп айта береді дейді кейбіреулер. Жоқ, дүние керек. Дүниенің де өзінің орны бар. Аллах Тағала дүниеде бізге ол нәрсені керек қылып жаратты. Пайдалануымыз үшін. Бірақ өзінің орны болу керек ағайын. Мен үнемі бір мысал қылып келтіремін. Кеме жүзу үшін су керек па? Иә, керек. Бірақ судың ортасында кетіп баратқан кемені тесіңізші. Ішіндегілер бай-бай салады. Керек емес, теспе. Су керек дедіңдер ғой. Керек, сыртына керек, ішіне емес дейді. Солай ғой. Дүние керек. Бұл біздің қалтамызда болу керек. Өзінің орны болу керек. Бұл ішке кірмеу керек. Бұл жүрекке кіретін болса, ол батырады. Жаңағыдай сенім қалыптасады. Қашанда басыңызға бір хал түскен кезде, дереу сіз қалтаңызға қарай бастайсыз ол кезде. Кассаңызға қарайсыз.
адам баласы бірінші орында Аллаға қарай жүгіну керек. Не бір бай кісілерді білем. Дүнием ешқандай көмек бере алмайтын халдерге талай түстім дейді. Бар дүнием, мә деп тұр, бірақ бір Алла біледі. Шипа бола ма, болмай ма, дұға ете беріңіз, Құдайдан тілеңіз деп талай аурухананың есігінің алдында отырған кездерімде болды дейді. Ақша бар, барлығы бар. Әлемнің ең жақсы дәрігерлеріне де барған. Сол үшін, құрмет жамағат, жүректегі ла илаха иллаллахты жақсылап бекітуіміз керек. Әрбір халде, әрбір халімізде Құдайға қарай жүгіне білуіміз керек.